Қайырлы күн достар, бүгін қызылшадан ащы салат жасаймыз. Қызылшаны жақсылап жуып, салқын тұзды суға пісіріп аласыздар. Немесе пешке фольгамен орап, піскенше күтесіз. Қызылшамыз пісті, оған сарымсақ, майонез, терка және осындай ыдыс қажет болады. Қызылша мен сарымсақтың сырттарын тазалап аламыз. Қызылша мен сарымсағымызды ең кішкентай теркадан өткізіп аламыз. Мінекей мен өткізіп алдым. Енді үстінен тұз және майонез қосып жақсылап араластырамыз. Осы салатқа жаңғақ қоссаңыздар, өте дәмді болады. Баршаларыңызға ас болсын.